Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат Құрманқызы. Бүгін біз трикотажный пряжадан, дәл осындай донышкадан тоқитын боламыз. Органайзер. Бұл менде 7 деген миллиметрлік крючок қолданып отырмын. Донышкасы фанердан жасалған. Tiffany деген фирманың жібі. Бұл трикотажная пряжа, вторичка. Бұл трикотажная пряжа, ұзындығы 100-105 метр, жалпақтығы 8-9 миллиметр. Бұл жіп таза хлопок. Көріп отырғандарыңыздай, осы қолымыздағы донышканы айналдырып тоқып шығамыз. Мен бұны үйге арналған органайзер ретінде жасап жатырмын. Сол себепті қазір тоқылу жолын көрсететін болам. Жіпті ұзынырақ алған себебім, қазір донышканы айналдырып шыққаннан кейін тесіктерді жабу үшін қолданамын. Ұзын қалған, артық қалған жіпті кейбіреулер солай тесік қалпында қалдырады, не болмаса мен сияқты жауып тастайды. Осылайынан өткізіп отырып, іліп алып, шығарып отырасыздар тек қана. Ешқандай қиындығы жоқ, тек қана осылай айналдырып, тоқып шықсаңыздар болғаны. Бұл жерде мен ешқандай узор қолданбаймын. Достар, және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Каналыма жазылып, комментарийға сұрақтарыңыз болса жаза кетіңіздер. Тағы да басқа жаңа видео көргілеріңіз келсе, босатпау үшін колокольчикті баса кетіңіздер. Әрі қарай достар, дәл осылай тоқып айналдырып шығамыз. Содан кейін негізінде бұндай трикотажный пряжадан да тоқыған кезде әр түрлі узорлармен тоқуға болады. Мен тек қана бұл жерде узорды қолданбаймын. Дәл осылай тоқып, әрі қарай бірінші осы айналдырып шыққаннан кейін бірінші рядты тоқитын кезде петля подъема ғана көтеретін болам. Дәл осы жерде қазір соединительный петля жасаймыз. Трикотажный пряжамен және осындай донышкамен жұмыс жасаған кезде ақырын асықпай жіпті өткізіп, бұл крючокта қалың және қатты қолдануға ыңғайсыз кішкене. Негізінде тоқыған кезде жаңағыдай соединительный петля жасағанда, міне менің жасағаным бұл жерде дұрыс емес. Бірінші набру петлядан емес. Осылайынан өткіземіз. Сол кезде бізде ровный болады. Мына жақта қалған петляны айттым, бағана толығымен жаңағы тесіктерді айналдырып, тек қана соединительный петля жасап отырып, жауып шығамыз деп. Дәл осы жерде мен тоқтаймын да, әрі қарай мына қалдық жіппен, менде кішкене жетпей қалды, ұзынырақ алуым керек еді негізінде.
осылайынан алып шығып, міне менің қазір уже крючогым жарамай жатыр, өйткені осылайынан қатты тарта берсек, мына донышкамыздың жаңағы тесік тұрған жері сынып кетуі мүмкін. Сол себепті қазір кішкентай крючок алып, сонымен өткізіп шығаратын болам. 5-5 ала салдым. Сонымен ары қарай тек қана соединительный петля жасап отырамыз. Соединительный петля жасап отырып, арқылы осылайынан айналдырып, тесіктерді жауып шығамыз. Кейбіреулер осы тесіктерді қалдырып жатады, кейбіреулер осылай жауып тастап жатады. Енді өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жасайсыздар, иә, қыздар. Мен дәл қазір осы жауып тастайын деп жатырмын тесіктерді. Бұл менде тарақ салуға арналған органайзер. Бұны тоқып болғаннан кейін мен паровой өтекпен сыртын өтектейтін болам. Ол не үшін керек десеңіз, ол өзінің формасын жақсылап ұстап тұру үшін. Тоқыған кезде ол басқаша, паровой өтекпен жүргізіп, қайтадан қолымызбен түзеткен кезде ол өзінің нақты формасына келеді. Дәл осылай өткізіп отырамыз. Мінекей, осылай шығарамыз, қайтадан өткіземіз, шығарамыз, өткіземіз, шығарамыз. Тесіктен өткіздік, крючоктағы жіптен шығарамыз. Қайтадан тесіктен өткіземіз де, крючокқа жіпті іліп алғаннан кейін, крючоктағы жіпке өткіземіз, жұмыс жібіне. Неге мен осы жерге дейін тоқыдым, маған кішкене ғана жетпей қалды. Мен бұны енді үйге қолданатындықтан аса қиындық тудырмайды маған. Жаңа қалған жіпті арасына жасырып жібересіздер, ұмытпай. Егер де сіздерде сондай қалып жатса, енді ары қарай соединительный петля жасадық қой. Содан кейін петля подъема, бір петля көтереміз, воздушная петля. Бір воздушный петля көтеріп, жанындағы петлядан өткізіп, осылайынан айналдырып тоқи береміз. Дәл осылай айналдырып тоқып отырып, мен 10 ряд жасадым. 10 ряд маған жеткілікті тарақ салуға.
Дәл осылай достар, дәл осылай тоқи бересіздер, айналдырып отырып. Тек қана осындай шетін бітіп көтерген кезде формасын келе жатқаны көрінеді. Мінекей формасы шығып келе жатыр, иә. Дәл осылай 10 ряд тоқимыз. Қазір осы жерден соединительный петля жасаймыз. Мына жіпті кішкене осылайынан өткізіп, соединительный петля жасаймыз. Ары қарай бір воздушный петля көтереміз. Мінекей достар, мен өзіме қажетті биіктікте тоқыдым. 10 ряд маған жеткілікті. Мен 10 рядты тоқыдым. Енді ары қарай мына жерден соединительный петля жасап, петляны жауып, жіпті қиып, ары қарай қалдық жіпті жасырып тастаймыз. Сонымен осы менің тоқыған органайзерім ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып қолдай отырыңыздар. Осындай кір көтеретін түсті таңдағаным. Үйде қолданатын болғандықтан тарақтарды салып қоюға, басқа да резинка, ободоктар салып қоюға болады, не болмаса кремдер салып қоюға болады. Әртүрлі формада жасай берсеңіздер болады. Және де менің каналымды қолдай отырып, комментариймен және де лайк басу арқылы қолдай отырсаңыздар, өте қатты қуанатын боламын. Сол себепті назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Салтанат Құрманқызы. Менің органайзерім сіздерге ұнады деген ниеттемін. Сіздерге айтып өттім ғой, міне осындай 390 метр жіптен осындай қатты көп кеткен жоқ. Бұл жіп жуан болғандықтан тез тоқылады өте. Мінекей осылай мен жіпті қиып, мына жерден жіпті жасырып қоятын боламын. Қазір осы жерге сосын бирка тігіп қоясыздар. Бирка тіксеңіздер, органайзердің сәні кіріп, әдемі болып тұрады. Үй жағдайында қолдансаңыздар да өте жақсы органайзер. Бұндай донышкалардың түрлері де әртүрлі болады, диаметріне байланысты. Бұл менде кішкентай 15 сантиметрлік диаметрі донышка қолданғаным. Маған жаңағы тарақ салуға өте жақсы. Және де түсі қоңыр, кір көтеретіндіктен таңдап отырмын. Негізі әртүрлі түсте, және де мынау менің қолданғаным вторичка жібі. Бұның первичный жібі болады. Первичка деген, первичка өте сапалы. Және де сол первичкадан көбіне сумкалар жақсы, басқа да нәрселер тоқуға болады. Мен вторичка жіпті қолдандым, себебі оның сапасы кішкене төмендеу. Қолымда бары да сол, және де сіздерге ұнайды деген ниеттемін. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.